сразу тұзы сіңіп күшті болып тұрады екен дәмі. Осы мынау сары не май жіп жұмсақ болған ғой. Күшті. Мінекей қыздар, енді осыған тұзымызды саламыз. 2 бас чеснок мына жерде. Бізге қойдың құйрығы, жарты құйрығы қойдың. Егер сіздер барлық қойдың құйрығымен жасайтын болсаңыздар, ол кезде қосатын заттарыңызды көбейтесіздер. Аямай тұзбен чеснокты араластырып аламыз. 2 түрлі жасайтын боламыз. Қара бұрышпен жасаймыз және қызыл бұрышпен. Паприка екеуін араластырып, паприкамызды мынаған құйып алайық. Қызыл бұрышымызды да салып аламыз. Шамамен көз мөлшермен сала беріңіздер. Егер көз мөлшермен сала алмаймын дейтін болсаңыздар, 2-3 қасық паприка және қызыл бұрышта осылай араластырасыздар. 2 түрлі әдіспен пісіреміз. Мына әдісті жай суға салып пісіре саламыз. Кейін судан шыққаннан кейін, суығаннан кейін жеке жағамыз. Ал мына екеуіне пакетпен ораймыз, және осы екеуінің қандай айырмашылығы бар. Пакетпен орағанда қандай болады дәмі, жай осылай суға салып дайын күйінде жаға салғанда не болады, соны көру үшін әдейі екеуін жасайын деп жатырмын. 2 түрлі қылып. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер, өтіп кетпеңіздер. Жеп көрсетіп, дәмін көрсететін боламын. Қандай айырмашылық бар, қайсысы жақсы. Мысалы, пакетпен орап отырғанның өзі жұмыс қой. Одан да суға салып пісіре салғанымыз әлде қайда жақсы болып тұрады бізге. Сол үшін көресіздер енді өздеріңіз ыңғайларыңызға қарай. Мен дәмін көрсетем. Мүмкін пакетпен жасағанда дәмдірек болатын шығар. Тұзы, бұрышы барлығы керемет сіңетін шығар. Сол үшін дәл осылай жасап көрейін деп жатырмын. Екеуінің де пісу уақыты бірдей. 30 минут, 40 минут пісіріп аламыз қазір. Копченый паприка, сондай паприка алып саласыздар. Егер ондай жоқ болса, жай күнделікті қосып жүрген паприкамыз бар ғой. Тамаққа қосып жүрген, салатқа қосып жүрген, сондайда алып істей беріңіздер. Ештеңке қалмайды. Бұл жерде паприка бір керемет дәм береді деп айта алмаймын, бірақ енді дәмін өзгертуі мүмкін. Бірақ соның өзінде де түсі әдемі болады да, мінекей, қызыл болып, әп-әдемі болып тұрады. Енді мынаған тек қара бұрышты сеуіп шығамыз. Осылай қара бұрыштарыңызды сеуіп шығыңыздар. Мінекей, осылай пакетке саласыздар, орайсыздар от души. Мынау жан-жақтарын бәрін қыстырып, су кіріп кетпейтіндей сенімді түрде осылай орап аласыздар. Қыздар, салқын суымызға осылай кішкентай бір шай қасықтай тұз салып жіберіңіздер. Өйткені бізде мынау тұздалма пакетке салынбаған құйрық майымыз бар. Мыналарды да саламыз. Болды. Енді қайнатамыз. Бетін жауып қояйық, қайнасын. Мінекей, қайнағаннан кейін 30 минут пісіреміз. Пакетте піскен құйрық майы. Қазір ашып көреміз, кішкене суығаннан кейін. Мынау пакетсіз піскен. Көреміз екеуін. Мынаны да қазір суығаннан кейін тұздап бұрыштаймын. Енді осыны былай кесіп аламыз. Кішкентай бір шеті ілініп тұратындай болып кесіліп тұрса болды. Және қазір қара бұрыш саламыз. Мынаусына қара бұрыш себеміз, ал мынаусына паприкамен істейміз. Қыздар, паприканы осылай себейік. Кішкене көптеу қыламыз. Және міндетті түрде қызыл бұрыш. Қызыл бұрыш бізде ащы болуына керек. Жағамыз. Осылай сеуіп шығасыздар. Көрдіңіздер ме? Бүкіл жеріне. Жаңағыдай тек сыртына ғана емес, міне. Барлық жеріне де осылай сіңіп тұрады. Мінекей, қара бұрышымызды тек осылай сеуіп қоямыз. Бұл бізде пакеттегі түрі. Енді осыны ашамыз. Иісі де басқаша шығады екен. Енді қазір жеген кезде көреміз енді бұны. Мына жақты, міне, мына неде
құйрық майда тек жан жағында ғана. Ал мына құйрық майда мінекей мынаның арасының барлығы көрдіңіздер ма? Екеуі қалай болатын. Төк қойсаңыздар. Әдемі болып тұрады. Дәмін көрейік. Мінекей мына шетінен алып. Күшті. Қараңыздар. Сочный. Күшті болып тұрады. Мінекей енді мына жердікін жеп көрейік. Мынау жай суда піскені, пакетсіз. Дәмі екеуінде разница бар. Мынаның жаңағындай чесногы барлығы уже несіне сіңген ғой. Майға. Мына жақта бір тұзы жетіспейтін сияқты, сондай бір нәрсе болып тұрады. Егер уақыттарыңыз болса, осылай пакетке істеп алыңыздар. Пакетте чесногымыз, неміз, тұзы барлығы сіңіп тұрады екен да. Және мынау андай құрғақ емес, басқаша піседі екен. Ал мына жақта мынаулар уже құрғақ. Мынау өзі май шығып кетеді ма? Мүмкін мынаның майы пакетте сақталғаннан кейін ба? Неке көрдіңіздер ма? Майы қалай шығып тұр. Ана жақта ондай емес. Енді бұны жақта тоже немен паприкамен істеп тастадым. Бірақ соның өзінде де қалай майлар шығып тұр. Сочный болып. Мына жақта кішкене құрғақтау. Майының бәрі суға шығып кеткен ғой. Мына жақта міне көріп тұрсыздар ма майын? Көріп тұрсыздар ма? Ағып тұр. Өзінің бойында тұр майлары. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей тәжірибеден өтті. Екеуінің қандай айырмашылықтары бар екені. Сіздер де жасап көріңіздер.